Былтыр жөндеу жұмыстарына 250 миллион теңге қаражат жұмсалған әкімдіктің ескі ғимараты биыл 313 миллион теңгеге аукционға шығарылғанынан хабардармыз. Өздерінің тұрақты ғимараты болмай, ескі ғимаратты неліктен аукционға шығарғанын түсіне алмай дал болған еді. Сөйтсек, тұрақты ғимараты жоқ, тек қана әкімдіктің өзі ғана болмай шықты. Дәл қазір біз жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар мекемесінің дәл алдында тұрмыз. Осы секілді 7 ғимарат қалалық бюджеттен қазіргі таңда басқа ғимараттарды жалға алып отыруға мәжбүр. Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар бөлімі, спорт бөлімі, Ақжелкен балабақшасы, тілдерді оқыту және дамыту орталығы, түркі тілдес елдерінің кітапханасы, Түркістан газеті, Жасыл Түркістан мекемесі, балалар мен жасөспірімдер спорт мектебінің қазіргі таңда тұрақты ғимараты жоқ. Аталған мекемелердің барлығы ай сайын бюджеттегі қаржыға телміріп қарап отыр. Талқыға түскен әкімдіктің ескі ғимараты одан бөлек Крыша KZ сайтында сатылымда тұр. Қызығы 250 миллионнан астам қаражатқа жөндеуден өткен ғимаратты бар жоғы 213 миллион теңгеге бағалап отыр екен. Сайтта бекітілген телефон номерге хабарласып білгенімізде үлгермей қалғанымызды айтты. Себебі аталмыш ғимарат аукционға қойылатынын айтып, 150 миллионға дейін сатып алуға мүмкіндік бар екенін ескертті. Потому что продается он через аукцион, там на участие этого здания нужно 47 миллионов, почти 47 миллионов 100 тысяч. Аукцион уже завтра. Чтобы участвовать, надо сегодня подать на участие эти деньги перевести. Получается, скорее всего, не успеете, если прям сейчас начнете это делать. Там стартовая цена с 330 миллионов, минимальная 156 миллионов. 213 я так среднюю написал примерно, за сколько сумму можно ее купить. Мәдениет үйі мекемесі де қаланың шетіндегі Бірлік ауылындағы тозығы жеткен клуб ғимаратын паналап отыр. Балалар мен жасөспірімдер орталығы ғимаратының бір бөлігіне халықтық кеңсе кіріп алған. Саз және өнер мектебі қалалық білім ошақтарының есігін сағалап жүрген жайы бар. Ал әкімдіктің ескі ғимараты жекеге өтіп барады. Сатылымнан түскен ақшаны қайда жұмсамақ екенін білмек ниетпен Рашид Аюптан тікелей сұрау алдық. Бұрынғы әкімшілік ғимарат балансы әкімдікке тиесілі. Иә. Олай болса, ескі ғимаратты аукционға шығаруға қандай қажеттілік туындады? Өйткені басқа мәдениет үйіне жаңадан ғимарат саламыз, соған қаржы түсіру мақсатында аукционға қойылды. Әкім мырза берген жауабымен бізді тағы да екідайлы ойда қалдырды. Жаңадан бой көтерді деп меңзеп тұрған ғимарат әп-сәтте салына салуы мүмкін емес. Бұрыннан келе жатқан ғимаратты жақсылап жөндеуден өткізіп, мәдениетке қайтадан неге бере салмасқа? Қазақта кеңесіп пішкен тон келте болмас деген керемет аталы сөз бар. Тоңның келте болмағын қаламайтын көрген басшы айналасымен келісіп іс қылады. Егер бұл іске көз жұмып басқаша әрекетке көшетін болса, әкімнің бір бүккені бар деген сөз. Мемлекеттік мүліктер жекешеге өтіп кетпей тұрғанда, құзырлы органдар осы істің заңдылығын бір зерделеп, ақиқатын айтқаны дұрыс шығар.